Hayırlı hürmetli әріптестер, алтын уақыттарыңыз бөліп, біздің вебинарымызға қатысып отырғандарыңыз үшін 104 мектеп атынан алғысымызды білдіреміз. Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрінің 2025 жылғы 25 ақпандағы 32 бөлімінің 5 тармағына сәйкес педагог зерттеуші біліктілік санатын растаушы және үміткер 11 әріптестің яғни іс тәжірибесінің семинарын бастауға рұқсат етіңіздер. Алғашқы сөз Ұйқылы Нәзір апай, биология пәні мұғалімі. Сәлеметсіздер ме? Менің тақырыбым адам және қоршаған орта. Жалпы бұл тақырыпты алған кезде балаларды қоршаған ортаға деген қамқорлығын ояту мақсатында алдық. Бұл авторлық бағдарламаның биология пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Буетова 104-ші жалпы білім беретін мектептің мұғалімі, биология пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Қалкенова Бақыт 198-ші мектептің мұғалімі алдық. Бұл бағдарлама 7-8 сыныптарға арналған. Мақсаты оқушыларға ең жоғарғы құндылық экология деп түсінетін білім мен тәрбие беру, шығармашылықпен ойлауға, өз бетінше шешім қабылдауға үйрету. Оқушылардың экологиялық білімдерін тереңдете отырып, еліміздің экологиялық жағдайларының жалпы қоршаған ортаға әсері туралы білімдерін кеңейту. Оқушыларды қоршаған ортаны зерттеуге, оның проблемаларын шешу жолдарына бағыттай отырып, олардың белсенділігін, ізденімпаздығын, шығармашылық қабілеттерін дамыту. Оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыру арқылы туған өлкеміздің өркендеп өсуіне, экономикасын арттыруға өз үлесін қосатын жеке тұлға тәрбиелеу және мамандыққа баулу. Міндеттері: оқушыларды қоршаған ортаның адам денсаулығына әсері туралы терең білім алуға жағдай жасау. Оқушыларды еліміздің табиғи жағдайлары мен табиғи ресурстарына экологиялық тұрғыдан баға беруге үйрету. Экологиялық тәрбие мен білім беруді жергілікті жердің табиғатын қорғау міндетімен ұштастыру. Оқушының экологиялық білімін табиғатқа қамқорлық жасауға бағыттау. Алған теориялық білімдерін практикамен ұштастыру және кәсіби бағдар беру. Өзектілігі: қазіргі таңда экологиялық мәселе бүкіл әлемдік проблема. Экологияға қатысты өзекті мәселелерді зерттеу, оқушылардың практикалық іс-әрекет дағдыларын қалыптастырып дамыту мәселесі алдыңғы орында. Себебі қазіргі экологиялық жағдай қауіпті құбылысқа айналып келеді. Жұмыстың ғылыми әдістемелік деңгейі: жаңашылдық немесе қолданыстағы бағдарламалармен салыстырғанда, бұл бағдарламаның ерекшелігі курстың оқушыларға қоятын талаптары икемділік, өз бетінде сыни ойлау, ақпараттармен сауатты жұмыс жасай білу, коммуникативті болу, енгізілген жаңа түсініктемені қалпына келтіру, сол жаңа нәрсені түсіндіру. Жалпы бағдарлама 1 сағатқа жасалған, 6 бөлімнен 34 сағаттан тұрады. Енді курсты ұйымдастыру формасы
таным жорық, жеке, жұптық, топтық жұмыстар, пікірталас, семинар, жоба, ізденіс сабақтар түрінде өткізуге болады. Курстың өткізу формасы топ серуен, экологиялық соқпақ, жоба қорғау, ізденіс, шығармашылық сабақ, семинар, дебат түрінде өткізуге болады. Күтілетін нәтиже. Бұл бағдарлама оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие беруге тереңдете оқыту арқылы білімдерін кеңейтіп, сараптама жасай білуге үйретеді. Бұл жұмыстардың барысын, нәтижелерін конференцияларға жариялауға болады. Өздерін бағалауға ықпал етеді. Сосын экология ғылымының мәселелеріне талдай жасау білуге, салыстыру, себеп салдарын анықтау, жоба мен болжам жасау сияқты шығармалық іздену мен ғылыми зерттеу жұмыстарын меңгеруге және жеке тұлға ретінде тәрбиеленуге ықпал етеді. Оқушы біліміне қойылатын талаптар: бірінші, ұйымдастырушылық дағды, іс-әрекетін жоспарлау, өзін-өзі бағалау. Ақпараттық дағдылар: ақпаратты іздеу, жоспар, баяндама, реферат, презентация немесе жоба түрінде ұсыну. Ойлау дағдылары: салыстыру, себеп салдарлық байланыстарды анықтау. Зерттеу жұмыстарының құрылымдық элементтерін, талаптарын білу, білім көздерінің түрлерін білу және оларды пайдалана білу. Курс тақырыптарына байланысты терминдерді білу, мәселен, жобалау қызметі, жоба, зерттеу жұмысы, титул парағы, мазмұны мен жұмыс құрылымы, осылардың барлығын оқушылар өздері жасай білу керек. Енді алған білік дағдылары бағаланады. Бұл жерде оқушылардың өзін-өзі бақылау, жұптық өзара бақылау, топтық өзара бақылау, кезеңдер сабақты бекітуге көмегін тигізеді. Бағалау төмендегі әдістер арқылы жүзеге асады. Яғни өздік бағалау кезінде сабаққа қатысуына байланысты төмен, орташа, жоғары, одан кейінгі бүгінгі жаңа тақырыпты игеруін төмен, орташа, жоғары, менің бүгінгі тақырыпқа өз бетімше дайындығым төмен, орташа, жоғары деген сияқты бағалаулар жүреді және топтың өзара бағалауы жүзеге асады. Осы элективті курсты басты сөзімді қорытындылай келе, осы элективті курстың басты мақсаты оқушыларды табиғатты қорғауға мектеп жасынан тәрбиелеу. Назарларыңызға рахмет. Келесі жұмыс бізде басты курс сынып мұғалімі Ерназарова Гүлмира Қошқарбаева. Сәлеметсіздер ме? Мен экраным көрініп тұрмы? Мен онша байқамай тұрмын. Көрініп тұрған жоқ. Мен өзім камерам ашылмай тұр, бірақ даусым естіліп тұр. Осында Гүлмира апай, бастай беріңіз. Жақсы. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің бүгінгі ұсынып отырған авторлық бағдарлама қызықты математика деп аталады. 3-ші сыныпқа арналған. Бастауыш сынып оқушыларына арналған элективті курс және мұғалімдеріне арналған әдістемелік ұсынымдар. Бастауыш сынып мұғалімі педагог зерттеуші Ерназарова Гүлмира Қошқарбаева. Енді түсінік хаттан бастағым келіп отыр қысқаша. Түсінік хатта берілгендегідей. Келесі, Мақпал апай. Түсінік хатта айтылғандай, жалпы білім беретін мектептің 3-ші сынып оқушыларына қолданбалы курс түрінде өткізу үшін ұсынылады. Қызықты грамматика бағдарламасы деп аталады. Бұл жалпы түсініктеме беретін болсақ, мемлекеттік тілді жеңіл әрі еркін меңгеруге ықпал етеді. Қазақ тілінің дыбыстық жүйесін, лексика мен грамматикалық құрылымын терең меңгерту, бір жүйеде сауатты жазу, тілді грамматикалық құрылымды орынды пайдалану осы пәнді оқытудың негізгі мақсаты болып табылады. Сауатты жазу дұрыс ойлаудың көрінісі болып табылады. Қазақ тілі пәніндегі сияқты қазақ тілінің дыбыстық лексикалық жүйесі мен грамматикалық құрылымын меңгеру үдерісі қарастырылады. Келесі.
Бұл авторлық бағдарламамның өзектілігі баламен жеке дара жұмыстар жүргізілу барысында оның жан-жақты дамуына, қоғамға бейімделуіне жағдай туғызу. Сынып ұжымы әртүрлі деңгейдегі оқушылардың өздерімен емін-еркін ұстауын бейімдеу, оқушыға болашаққа деген басқаша көзқарасты қалыптастыру. Келесі. Бағдарламамның жаңашылдығы. Бұл бағдарламаның жаңашылдығы оқушылардың функционалдық сауаттылығы қалыптасады. Жеке тұлғаны қалыптастыру мен дамытуға бағдарланған жаңа оқу технологиялары, қазақ тілінің функционалдық грамматикасы, тілді жылдам және сапалы игеру үшін түрлі жағдаяттар берілген. Келесі. Бағдарламаның негізгі мақсаты оқушылардың сөздік қорын, сөйлеу дағдыларын ескере отырып, сөйлем құрату, жаңа сөз үйрету, қазақ тіліне тән дыбыстарды айыра білу, сауатты жазуға үйрету, жеңіл, қысқа мәтіндерді оқытуға машықтандыру, түсінгенін айта білуге дағдыландыру, бір-бірімен сөйлесе білуге үйрету, әртүрлі жұмыстармен ұйымдастыру, жазба жұмыстарын өз ойын жүйелі түрде айтып беруге, қазақша сөйлеуге жаттықтыру болып табылады. Келесі. Осы мақсатқа сай туындайтын мынадай міндеттер бар. Қазақ тілін оқыту барысында оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту, сөйлеуге дағдыландыру, мәтінді түсініп оқу, мазмұнын айту, сұрақтарға жауап беру. Үшінші міндетіміз сөздік қорын молайтуға, өз ойын дұрыс жеткізуге дағдыландыру үшін мазмұны тартымды, тілі көркем, жұмбақ, жаңылтпаш, мақал-мәтелдер, өлеңдер мен қызықты әңгімелер болып табылады. Келесі. Бағдарламада күтілетін нәтиже мынадай. Қазақ тіліне тән дыбыстарды меңгерген, сөз ішінде дұрыс айта білетін, дұрыс жаза алатын, сөздерді орфоэпиялық нормамен айтуға жаттыққан, мәтіннің мазмұнын баяндайтын, қазақша сөйлеуге жаттыққан, қазақ тілінде өз ойын жазбаша білдіре алатын, тілі дамыған тұлға қалыптасады. Келесі. Бағдарлама негізгі мазмұны мынадай болып келеді. Аптасына 1 сағат құрайды, барлығы 34 сағат, 3-ші сыныпқа арналған. Бағдарлама төмендегідей 7 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім тіл, әр халықтың қымбат қазынасы, оған 3 сағат. Дыбыс сипаттамалары, яғни әріптер әлемі, оған 9 сағат. Сөз адамның айнасы 6 сағат, сөз бен сөйлем құрайық 4 сағат, сөз таптарына саяхат 5 сағат, сөйлеу мәдениеті, ел мәртебесі 4 сағат, жыл бойы игерген білім білік дағдыларын зерттеу үшін 3 сағат құрайды. Келесі. Қорыта айтқанда, бұл бағдарламаның мектеп оқушыларының өзіндік көзқарасы мен жеке дамуын қамтамасыз ету бүгінгі күннің басты талабы. Осыған орай баланың сабақ үстіндегі белсенділігін сақтап, дамыту үшін мұғалім әр оқушының жеке даралық қасиетіне қарай қосымша тапсырма беріп, оны өзі үнемі түрлендіріп отырады. Оқушылардың білімі әр тақырыпта өткен сайын тест жұмыстары арқылы, жазба жұмыстары арқылы, қатемен жұмыс жасау жұмыстары арқылы бағаланып отырады. Қазақ тіл білімінің салалары бойынша барлық ережелерді қайталайды, білгенін практика жүзінде іске асырады, орфоэпиялық заңдылықтарды меңгереді, сатылай кешенді талдау үлгілерін меңгереді, деңгейлік тапсырмалар орындай алады. Сыныпта жүргізілетін жазбаша жұмыс жаттығу тапсырмалар бірыңғай оқулықтан көшіру болса, ол оқушыларды зеріктіреді, сабақ кезінде белсенділігін кемітеді. Сондықтан жұмыс түрлері түрлендіріп отырса деген ниетпен осы әдістемелік жинақты ұсынып отырмын. Бұл қызықты грамматика авторлық бағдарламасы мектеп оқушыларының сапасын, білімін көтеруге өз үлесін, септігін тигізеді деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Гүлнар апай. Келесі бізде ағылшын тілі пәні, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Қапанова Айгүл Құрманғазинова. Құрметті әріптестер, кері байланыс жерге отырсаңыз.
Дауыс естіліп тұр ма? Дауыс естіліп тұр ма? иә, Айгүл апа естілді. Жақсы. Отлично, көшеміз. Асат өзің ғой. Асат өзің өзің. Үздіріңсің. Бастай берейік пе? Бастай беріңіз, аға. Айта беріңіз. Бастай беріңіз, Айгүл апа. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. 104-ші жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қапанова Айгүл Құрманғазықызы, педагог, зерттеуші. Бағдарламаның тақырыбы оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлау. Жалпы білім беретін мектептердің 5-ші сыныбына арналған авторлық бағдарлама және мұғалімдерге арналған ұсынымдар, әдістемелік ұсынымдар. Қазіргі білім беру контекстінде оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамыту негізгі міндет болып табылады. Жалпы білім беретін мектептердің 5-ші сыныбына арналған бұл бағдарлама 2-ші сынақпау қазақ тілі сабақтарында оқу және жазу арқылы сыни ойлауды дамытуға бағытталған тәжірибелік эксперименттік жұмысқа негізделген. Келесі. Сыни ойлау маңызды болып тұрған қоғамда бұл бағдарламаның өзектілігі жоғары деп санаймын. Бағдарлама сыни ойлауды дамыту, белсенді оқытуды даралау және саралау сияқты педагогиканың ғылыми принциптерімен тығыз байланыста жалпы білім берудің мемлекеттік стандарты және негізгі білім беру бағдарламасының талаптары мен мақсаттарына негізделіп жасалған. Бағдарламаның бірнеше мақсаты бар, соның біреуіне тоқталып өтейін. Оқу және жазу әдістерін пайдалана отырып, оқушылардың сыни ойлауын дамыту, оқушылардың қазақ тіліндегі мәтіндермен жұмыс істеу кезінде талдау, бағалау, сыни рефлексия және ақпараттандырылған шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастыру сияқты мақсаттардан тұрады. Бағдарламаның міндеттері сыни ойлауды қалыптастыру, ақпаратты бағалау, сыни тұрғыдан ойлау және негізделген шешімдер қабылдау қабілетін қоса алғанда, оқушылардың сыни ойлауын қалыптастыруға баса назар аудара отырып сабақтарды өткізу. Жазу дағдыларын жетілдіру, эссе, талдамалық жұмыстар, шолулар сияқты әртүрлі жазбаша тапсырмаларды орындау арқылы қазақ тілінде жазу дағдыларын дамыту сияқты міндеттер қойылады. Ары қарай осы мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыру жолында бірнеше тақырыптарға бөлдім. Соның біреуі құндылықтар, оның ішінде ертегі еліне саяхат 1 сағат, халқымыздың салт дәстүрі 1 сағат, қазақ қолөнері 1 сағат, мақал мәтел айтамын 1 сағат, домбыра туралы аңыз 1 сағат, қазақ халқының тағамдары 1 сағат, ұлттық ойындар ойнаймын біреу, ұлттық құндылықтарды құрметтеймін деген тақырып 1 сағат. Соның ішінде қазақтың қолөнері дегенде мен сырмақты айтып кетейін. Сырмақ тақырыбына байланысты сырмаққа қатысты мәтін беріледі балаға. Бұның қандай бұйым екені, жүннен жасалатыны, оның боялған, боялмаған түрлері, оған салынатын өрнектер, және қара және ақ жүн, табиғи жүн болатыны, әрі төсеніш болатыны, бұған әжелеріміз қошқар мүйіз, тұмарша, тұмсық сияқты оюлардың салғаны туралы мәлімет беріледі мәтінде. Содан кейін барып балаға сырмаққа салынатын ою-өрнек түрлері деген сызбаны толтыру тапсырмасы беріледі. Сөйтіп бала осы тапсырманы оқушылар орындайды. Сонда бұл бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері орындалғаннан кейінгі күтілетін нәтижелер: сыни ойлауды жақсарту, оқушылар қазақ тіліндегі мәтіндермен жұмыс істеу кезінде талдау, бағалау және сыни рефлексия дағдыларын жоғарылатады. Оқушылардың олар дәлелдерді жақсырақ тани алады, қайшылықтарды анықтай алады және талдау негізінде өз пікірлерін
тұжырымдай алу дәрежесіне жетеді. Тілдік дағдыларды дамыту оқушылар әртүрлі жазбаша тапсырмаларды орындау және мәтіндерді талқылау нәтижесінде қазақ тілінде оқу және жазу дағдыларын жетілдіреді деген үміттеміз. Оқу үлгерімін арттыру, сыни ойлауды дамыту оқушылардың жалпы оқу үлгерімін жақсартуға ықпал етеді, өйткені олар ақпаратқа сыни көзқараспен қарайды және негізделген шешімдер қабылдайды, оқуға деген ынтаны күшейтеді. Қазақ тілі сабақтарында сыни ойлауды дамыту үшін оқу және жазу әдістерін белсенді пайдалану оқушыларға ақпаратты жақсы түсінуге және талдауға көмектеседі. Бұл өз кезінде олардың оқуға деген ынтасын арттырады деген нәтиже күтіледі. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Айгүл апай. Құрметті әріптестер, қазір қайта зумға кірсеңіздер, осы сілтеме бойынша уақытымыз қазір 2 минут қалып отыр. Сондықтан сіздерден өтініш сұраймыз. Осы сілтеме бойынша қайта кірсеңіздер. Қолдану арқылы сөздік қорын байыту, қабілеттерін қалыптастыру. Міндеттері: мәтінді түсіну дағдыларын дамыту, сөздік қорды байыту, негізгі ақпаратты табуға үйрету, сын тұрғысынан ойлау дағдыларын жетілдіру, пікірін білдіру дағдыларын қалыптастыру, мәтінмен жұмыс істеу тәжірибесін арттыру. Презентацияны қоспағыңыз апай. Өзектілігі: қазіргі заманғы білім беру жүйесіндегі оқу сауаттылығын дамыту білім алудың негізгі талаптарының бірі. Бастауыш сынып кезеңінде оқу сауаттылығын дамыту маңызды, себебі бұл кезеңде оқушылардың оқу және жазу дағдылары қалыптасып, олардың ойлау жүйесі дамиды. Мәтіннен ақпарат алу, оны түсіну және өңдеу қабілеттері оқушылардың білім алудағы барлық салада сәттілікке жетуіне ықпал етеді. Жұмыстың ғылыми әдістемелік деңгейі: жалпы бұл бағдарлама оқу сауаттылығын дамытуға арналған ғылыми әдістемелік негіздерге сүйене отырып құрылған. Оқушылардың мәтінмен жұмыс істеу, ақпаратты талдау, оны сыни тұрғыда қабылдау дағдыларын дамыту үшін озық педагогикалық әдістерді қолдан... Өзім қосайын ба мен? Чатқа жібердім. Сіздер қоспасаңыз чатқа жібердім. Жұмыстың ғылыми әдістемелік деңгейі: бұл бағдарлама оқу сауаттылығын дамытуға арналған ғылыми әдістемелік негіздерге сүйене отырып құрылған. Оқушылардың мәтінмен жұмыс істеу, ақпаратты талдау, оны сыни тұрғыдан қабылдау дағдыларын дамыту үшін озық педагогикалық әдістер қолданылды. Бағдарлама бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктерін ескеріп, оқытудағы тұлғалық бағдарлы, интегративті және дамытушы тәсілдеріне сүйенеді. Оқу сауаттылығын қалыптастыру мақсатында мәтінді түсіну, талдау, жаңа сөздерді меңгеру және қолдану, синонимдер мен антонимдерді пайдалану бойынша әдістемелік тәсілдер жүйелі түрде ұсынылған. Жалпы бұл бағдарламаның жаңалығы, яғни оқу сауаттылығын қалыптастыруға арналған интеграцияланған әдістемелерді қолдануда. Бағдарлама оқушыларға мәтінмен жұмыс жасаудың жаңа тәсілдерін ұсынады. Атап айтқанда, сыни ойлау, синонимдер мен антонимдер арқылы сөздік қорды байыту, тұрақты тіркестерді қолдану, мәтінді талдау бойынша инновациялық әдістерді енгізіледі. Бағдарлама сондай-ақ оқушылардың тек мәтін мазмұны ғана емес, сонымен қатар оның құрылымы жүзеге асырылады. Жалпы мазмұндық бөлімі кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды бөлімдерді қамтиды.
Жалпы бұл бағдарламадан не күтіледі? Оқушылар мәтіндерді өз бетімен оқып түсініп, негізгі ойды анықтай алатын болады. Оқушылар жаңа сөздерді, тұрақты сөз тіркестерді және синонимдерді меңгеріп, сөздік қорын байытады. Оқушылар мәтіннің мазмұны, маңызды және қосымша ақпараттарын ажыратып, сыни ойлау дағдыларын дамытады. Оқушылар өз ойларын анық және жүйелі жеткізуге, мәтінге қатысты өз пікірін білдіріп, оны дәлелдеуге машықтанады. Бағдарлама соңында оқушылар мәтінді талдау, оны қайта өңдеу және қорытынды жасау дағдыларын жетілдіреді. Жалпы айтқанда, бұл бағдарламада қорытындылай келе, бағдарлама оқушылардың оқу сауаттылығын дамытып, әрі қарай білім алуына, өмірде қолдана білуіне жағдай жасайды. Назарларыңызға, тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Естілмейді деп жазып жатыр ғой ана. Сіз ғана емес, басқасы да жазып жатыр ғой. Естілмейді. Ақпараттық дауыс естілмейді. Подкасттар мен медиа құралдары ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы тыңдалым дағдыларын дамыту үшін тиімді әдіс болып табылады. Оқушылардың шет тілін тыңдау арқылы қабылдау қабілетін арттыру, оларды шынайы өмірде қолданылатын тілдік орталарға жақындату мақсатында бағдарлама тиімді шешім ұсынады. Жалпы күтілетін нәтиже, бағдарлама нәтижесінде оқушылар подкасттар мен медиа материалдарды тыңдап, жаңа сөздер мен сөйлем құрылымдарын меңгеріп, оларды нақты өмірде қолдана алады. Әртүрлі акценттер мен диалектілерді түсіну қабілеттері арттырады. Тыңдалған материалдарды талдап, қорытынды жасап, өз пікірлерін білдіре алатын деңгейге жетеді. Енді бағдарламаның мазмұны бізде кіріспе, сонымен қатар негізгі бөлім және қорытынды. Бұл негізгі бөлім әртүрлі тыңдалым техникаларын қолдану 14 сағатқа бөлінген. Бұл бөлімде оқушылар тыңдалым түсінігін арттыру үшін арнайы тапсырмалар мен материалдармен жұмыс жасайды. Қорытынды бөлімде тыңдалым дағдыларын бекіту, топтық талқылаулар мен соңғы бағалау жұмыстары жүргізіледі. Қорытындылай келе, жалпы бұл бағдарлама оқушылардың тыңдалым дағдыларын дамыту үшін заманауи құралдар мен әдістерді пайдалану арқылы шет тілін меңгеру процесін қызықты әрі тиімді етеді. Сонымен қатар шығармашылығын дамытатын тақырыпқа сай берілген тапсырмалар оқушылардың даму рейтингін бақылап, мониторинг жасауға көмектеседі. Рахмет, құрметті әріптестер. Сұрақтарыңыз болса, кері байланыс жасап, жазып отыруларыңызға болмайды. Келесі бізде бастауыш сынып мұғалімі Иманалиева Зарипа апай. Бастауыш сынып оқушыларына креативті жазып үйрету тақырыбында. Бастауыш жазып үйрету. Бұл бастауыш сынып оқушыларына арналған элективті курс және мұғалімдерге арналған әдістемелік ұсынымдар авторлық бағдарламасы. Бұның ішінде күнтізбелік тақырып жоспары бар, аптасына 1 сағат 34 сағаттан. Әдістемелік нұсқаулық бөлім бар және оқушы дәптері бар.
Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты бастауыш оқушылардың креативті жазу дағдыларын дамыту, оларды шығармашылық тұрғыдан ойлауға және жазуға үйрету, сөздік қорын кеңейту және жазба жұмыстары арқылы өзіндік көзқарасын білдіру қабілеттерін қалыптастыру. Өзектілігі бағдарламада қолданылатын өзектілігі қазіргі білім беру жүйесіндегі шығармашылық ойлау мен жазу дағдыларын дамыту қажеттілігі күннен күнге артып келеді. Оқушылардың креативті ойлау қабілеті тек жазба жұмыстарында емес, олардың тұлғалық дамуына, проблемаларды шешу және жаңа идеяларды ұсыну қабілеттеріне де әсер етеді. Бастауыш сынып кезеңінде креативті жазу дағдыларын дамыту маңызды, себебі бұл кезеңде балалардың тілдік дағдылары қалыптасып, жазу және ойлау қабілеттері артады. Енді оқушылардың креативті жазудың негізгі оқушылар креативті жазудың артықшылықтарын қандай? Бұл өзін-өзі таниды оқушы, қиял мен қиялдау қабілеттерін дамытады, жеке пікір білдіру дағдысын қалыптастырады. Бұл бағдарламада қолданылатын негізгі әдістер ертегі құрастырады, қиялға негізделген эссе жазады, суретпен жұмыс жүргізіледі, жоғалған сөздер деген айдармен жұмыс жасайды, шығармашылық журнал, яғни оқушыларға әртүрлі тақырыптар бойынша күнделік жүргізу ұсынылады. Келесі. Бұндағы күтілетін негізгі нәтижелер. Оқушылардың өз ойларын шығармашылық тұрғыдан жеткізе алады және қызықты мәтіндер жаза алатын дәрежеге жетеді. Келесі, жаңа сөздер мен көркем сөздерді қолдана отырып, мәтіндерді байытады. Әртүрлі тақырыптарда қысқаша әңгімелер, эсселер жазады және жеке пікірін еркін білдіреді. Өз жазбаларына сын тұрғысынан қарап, жетілдіру жолдарын ұсына алады. Көркемдік бейнелі сөздер мен әдеби құрылымдарды дұрыс пайдалана отырып, мазмұнды және қызықты мәтіндер құрастырады. Мәтіндермен жұмыс жасау арқылы өз сөздік қорын дамытып, жазу стилін қалыптастырады. Бағдарлама оқушылардың тілдік және жазба қабілеттерін дамытуды кешенді түрінде іске асырып, оларды шығармашылық тұрғыдан ойлайтын, өз көзқарасын жазу арқылы жеткізе алатын сауатты оқушылар ретінде қалыптастыруға бағытталған. Тыңдағандарыңызға рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Рахмет, апай. Келесі бізде тарих пәнінің мұғалімі Саманбетова Шара Сұлтанқызы. Жаңартылған білім мазмұны бойынша тарихи шындық пен көркем әдебиеттің өзара байланысын критериалды бағалаудың тиімді жолдары. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Біздің бағдарламаның бір өзіндік ерекшелігі бар. Бұл бағдарлама қазақ әдебиеті мен тарихты байланыстыра отырып, жалпы тарихи шындыққа көркем әдебиеттің өзара байланысын критериалды бағалаудың тиімді жолдары деп аталады. Бұл тақырыпты бастамас бұрын жалпы бұл үлкен жоба болды. Осы мектептегі тарих пәнінің мұғалімі Накипова Марияш апай екеуміз ең алдымен зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Сондықтан да осы бағдарламаны жүргізу барысында білімді болу деген сөздің мағынасы белгісіз нәрсені ашуға қабілетті болу деген Фарабидің бабамыздың сөзімен бастағым келіп отыр. Жалпы бағдарлама тарих сабақтарында көркем әдебиетті пайдаланудың тиімді жолдарын және соны критериалды бағалаудың тиімді жолдарын көрсету арқылы болды. Бағдарлама 6-7 сыныптарға арналады. Бұл бағдарлама бойынша қазақ әдебиеті менен тарих сабақтарын байланыстыра отырып жасалған. Сондықтан бағдарлама 34 сағатқа арналады, кіші класстарға арналған. Енді бағдарламаның мақсаты тарих пен қазақ әдебиеті сабағында тарихи шындық пен көркем әдебиеттің өзара байланысын оқушыларға жаңа білім мазмұнына сай, жаңа инновациялық әдістермен оқыту технологияларын қолдану арқылы дамыта оқыту, даратылғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, жүйелі білім беруді меңгерту болды. Келесі жылғыста беріңіз. Бағдарламаның өзектілігі оқушылардың қазақ әдебиетінің тарихпен байланысын, соның ішінде түркі дәуірі мен
тарихы мен әдебиеті 13 пен 18 ғасырдағы ауызша поэзия өкілдерінің көтерген мәселелерін сол заман тарихымен байланысы, 15 пен 18 ғасырда қазақ тарихы мен әдебиеті, 19 ғасырда қазақ қоғамы мен зар заман ақындарын озық ойлы тапқырда пайымды шәкірттердің іскерлігін, мүмкіндігін арттыру ескеріліп, ой өрісін дамытатындай логикалық ой тастайды деп ойлау арқылы осындай бағдарламаны құрастырдық. Бағдарламада күтілетін нәтижеге тоқталатын болсақ, 6-7 сыныптың Қазақстан тарихы мен қазақ әдебиеті пәнін кіріктіре отырып, сағат саны аз берілген тақырыптарды осы бағдарлама арқылы жан-жақты меңгере алады. Екі пәнді байланыстыру арқылы бірін-бірі толықтырып, білімнің биік деңгейіне көтерілуге болады деп қарастырдық. Және осы бағдарламада міндеттері жаңағы осы күтілетін нәтижеге байланысты. Ары қарай жылжыта беріңіз. Енді осы бағдарламаның бір тақырыбын сіздерге ұсынғым келіп отыр. 9-13 ғасырда ғылымның дамуы, әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби қашықтасын туған жер тақырыбын 6 сыныптар бойынша бағдарламаның осылай өтуге болады деп, осы екі пәнді кіріктіру арқылы бағдарламаны ұсынып отырмыз. Бағдарлама өте жеңіл. Бұл тарих пәні Қазақстан тарихымен өте, қазақ әдебиеті Қазақстан тарихымен өте тығыз болғандықтан, бұл жерде бір жағы осы тақырыпта мұғалім қазақ әдебиетін де осы тарих сабағымен байланыстыра алады. Бұл бағдарламаны тарих пәнінің мұғалімі де және қазақ әдебиетінің мұғалімі де жүргізе алады. Ең қорытындысына қарай жылжыңызшы. Мына жерде көптеген әдіс тәсілдер беріліп отыр. Ең соңына қарай. Ең соңына оқиға атауы әдістері, қос диаграмма. Қорыта келгенде қазақ халқының прогресс жолымен дамуы ағарту ісіне байланысты екенін терең түсіну, сондықтан оқыту ісінде ең алдымен ақыл ойды дамыту керектігі өте орынды түсіндіріп, оның адамгершілік, гуманизмге ұласуын қуаттады. Сол себептен жастарға пайда ойлама, ар ойла, талап қыл, артық білуге деп өсиет атқан Абайдың сөзімен аяқтағым келіп отыр. Егер сұрақтарыңыз болса, мархабат. Рахмет, Шара апай. Келесі бізде информатика пәні мұғалімі Смағұлова Мақпал Хусенқызы робототехника негіздері тақырыбында өзінің тәжірибесімен бөліседі. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің ұсынып отқан бағдарламам робототехника негіздері 9-11 сынып оқушыларына арналған элективті курс. Жалпы курстың мақсаты робототехника курсын үйрету, қазіргі заман талабына сай, бәсекеге қабілетті, қарқынмен дамып келе жатқан қоғамда кәсіби маман болып қалыптасуына бағыт беру. Бұл бағдарламаның басты мақсаты оқушылардың роботтардың модельдерін құру және олардың программасын құруға дағдыларын қалыптастыру. Міндеттері: робототехника курсының мазмұнын түсіну, роботтардың моделін құру, программалау әдістерін меңгеру, нәтижені талдау, программа сөздер жазу, практикалық қолдану. Бағдарламаның өзектілігі қазіргі заманның талабы бойынша робототехниканың білім беру жүйесінде маңызы зор, программалаудағы модельдегі тапсырмалардың шешу дағдылары өмірде және кәсіби қызметте кеңінен қолданылады. Бағдарламада күтілетін нәтижелер: оқушылардың программалаудың шарттарын дұрыс түсініп, роботтардың модельдерін құруға дағдыланады. Оқушылар әртүрлі программаларды қолдануды үйренеді. Оқушылардың робототехника туралы ойлау қабілеттері дамиды. Программалау тілінде программаны нақты және дұрыс жазуды үйренеді. Алған білімдерін және дағдыларын практикада ұштастырады. Бағдарламаның мазмұны аптасына 1 сағаттан 34 сағатты құрайды. Төмендегі тақырыптар бойынша құрастырылған. Тақырыптарды атап айтатын болсақ, манипуляциялық роботтар 1 сағат, және роботтар құрастыру қажетті платформа түрлері 2 сағат, микроконтроллер 2 сағат деп, осындай әртүрлі
тақырыптармен құрастырылған. Қорытындылай келе, робототехника негіздері роботтардың құрастырылуымен және программалаудағы жолмен шығару әдістерін үйрету бағдарламасы оқушылардың робототехникалық сауаттылығын, логикалық ойлау қабілеттерін және практикалық дағдыларын дамытуға бағытталған өзекті және маңызды бағдарлама болып табылады. Бұл бағдарлама оқушылардың академиялық және кәсіби жетістіктеріне негіз болатын маңызды білім мен дағдыларды қалыптастырады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Мақпал апай. Енді келесі бізде 141-ші жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Сәмиева Балжан Зарылхановна. Ұлттық құндылықтар бағдарламасы 3-ші сыныпқа арналған. Балжан апай. Балжан апай. Сосын что-то на несі демонстрация экрана. Басылмай жатыр. Мені басты. Ага. Болса берме. Көрінді ма экранға? Жоқ, слайд болса көрінбек, экраныңыз көрініп тұр. Қазір. Енді қосылды ма? Жоқ. Сіздейші. Слайдыңызды басыңыз, ештеңе ашылмады. Қосылып жатыр ма? Қыздар? Жоқ, көрінбейді. Айта берейін бе? Айтамыз. Ұлттық құндылықтар бағдарламасы. Ұлттық құндылықтар бағдарламасы бастауыш сынып, 3-ші сыныптарға арналған бағдарлама. Бұл бағдарламада тіл дамыту және сөйлеу мәдениеті. Құрметті әріптестер, мен бүгін сіздерді ұлттық құндылықтар бағдарламасымен таныстырамын. Бұл бағдарлама ұлттық сана сезімді қалыптастыруға ықпал етеді. Оқушылардың ана тілін меңгеруіне жол ашады. Оқушылардың тіл дамытуына, олардың өзіндік пікірі мен сөйлеу мәдениетінің қалыптасуына бағытталған. Әрбір тақырып экран көрінбейді. Балжан апай кешіріңіз. Слайд. Слайд только экранда ғана көрінеді. Слайдың қосылмай тұр. Слайдың көрінбей тұр ғой, иә, сіздерге? Демонстрациядан алып, қайтадан демонстрация жасаңызшы. Қойып кетті де. Әр тақырып шығармашылық жұмыстар орындай отырып, өз ойларын білдіруге, топпен жұмыс істеуге, көшбасшылық қасиеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Бағдарламаның мақсаты ұлттық құндылықтарды таныстыру, рухани тәрбие беру, отансүйгіштік сезімдерін нығайту, отанға, мәдениетке деген сүйіспеншілігін арттыру. Қосылмай тұр дейді, қосылмай тұр. Қосылды ма? Бағдарламаның міндеті ұлттық мәдениет, салт дәстүрлер, ұлттық ойындар және қазақ халқының тарихы туралы білім беру. Оқушыларды ұлттық құндылықтарды сақтау және дамытуға бағыттау. Топтық жұмыс және шығармашылық тапсырмалар арқылы ынтымақтастық және қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру. Сіздерге көрініп тұр ма? Көрініп тұр, яғни. Өзектілігі ұлттық құндылықтарды түсіну және қабылдау қазіргі қоғамда маңызды орын алады. Оқушылардың мәдениетіне, тарихына және дәстүрлеріне құрметпен қарауы олардың тұлғалық дамуына зор роль атқарады. Оқушылардың өз мәдениетіне деген қызығушылығы мен құрметі тек жеке тұлғаның емес, бүкіл ұлттың болашағы үшін маңызды.
Бұнда өз тарихы мен мәдениетіне деген қызығушылығы мен құрметі артады. Ұлттық құндылықтарды, дәстүрлерді құрметтеу қалыптасады. Тіл дамыту мәдениеті мәтін құрастыруды үйретеді, оқушылар үйренеді, сөйлеу мәдениетінің дағдылары қалыптасады, зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Қолданылатын әдістер, интерактивті әдістер, ұлттық ойындар, технологиялары, зерттеу әдістері, күтілетін нәтижелер, ұлттық құндылықтарды таниды және бағалайды. Қазақ мәдениетіне, салт дәстүріне құрметпен қарауды үйренеді. Топтық жұмыс пен шығармашылық тапсырмаларды тиімді орындайды. Қазақ халқының тарихи тұлғаларын танып, отансүйгіштік, елжандылық сезімдері қалыптасады. Ұлттық ойындарды біледі және оларды ойнау арқылы ұлттық бірлікті сезінеді. Оқушылардың ұлттық мәдениетке, тарихқа, салт дәстүрге құрметпен қарауын қалыптастыруды мақсат етеді. Оқушылардың тұлғалық дамуы және ұлттық бірегейлігін нығайтуға бағытталған бағдарлама. Қорытындылай келе, ұлттық құндылықтарымызды сақтап, оны жас буынның санасына сіңіру біздің басты міндетіміз. Ұлттық құндылықтар бағдарламасы бұл жай ғана оқу бағдарламасы емес. Бұл ұлт болашағына арналған маңызды бағдарлама. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, апай. Жалпы әріптестер, біздің мектебімізде қазір сабақ зерттеу, іс-әрекеттегі зерттеу және кейс жағдаяттарды шешу тәсілдері кеңінен жүргізілуде. Ондағы негізгі мақсаттар оқушылардың керек дағдыларын айтылым, жазылым, Апай, демонстрацияны өшіресіз? оқылым, тыңдалым дағдыларын дамыту болып табылады. Міне, іс-әрекеттегі зерттеуде әр мұғалім өзінде кездескен проблемаларды әдіс тәсілдер, түрлі тиімді әдістер арқылы шешу болып табылады. Міне, өздеріңізде бүгін көріп отырған, тыңдаған әріптестердің барлық бағдарламасы осы оқушылардың, яғни тілдік дағдыларын, айтылым, оқылым, жазылым, тыңдалым дағдыларын дамытуға бағытталды. Сондықтан да біздің осы айтқан бағдарламалар келешекте сіздердің оқу жоспарларыңызға енгізіліп, мектептеріңізде тәжірибе енгізетініне сенім білдіреміз. Қатысқандарыңызға, барлықтарыңызға алғыс білдіреміз. Кері байланыс беріп, белсенділік танытқандарыңыз үшін барлығыңызға рахмет. Шығармашылық табыс, еңбегіңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Кішкене бір-екі минутымыз бар, тағы кері байланыс беріп жіберсеңіздер, әріптестер, өтінеміз. Барлықтарыңызға алғыс. Сөйлеймін деген әріптестер болатын болса, сөз сіздерге беруге болады. Сөйлеймін деген әріптестер бар ма? Бір-екі ауыз. Кері байланыс берсеңіздер. Айгүл апай, 188 мектеп. Айгүл апай, 188 мектеп. Жақсы. Армысыздар, құрметті әріптестер. Мен Алматы қаласы Әуезов ауданы жалпы білім беретін 104-ші мектептің алғашқы әскери технологиялық дайындық пәні оқытушысы Мадырайым Пахтелләлі.
Менің авторлық бағдарламам тақырыбы тактикалық ойындар арқылы оқушылардың әскери дайындығын жетілдіру. Бұл бағдарлама 10-11 сынып оқушыларына арналған элективті курс. Енді бағдарламаның негізгі мақсатына келетін болсақ, бағдарламаның негізгі мақсаты оқушыларға тактикалық ойындар арқылы әскери даярлықты нығайту. Оқушылардың алғашқы әскери дайындық және дене шынықтыру, пәндерінен тактикалық, стратегиялық құрастыру және командалық жұмыс дағдыларын дамытуға бағытталған. Бағдарламада жастардың әскери іс-қимылдарда тиімді шешім қабылдап, қабілеттерін жетілдіруге және жауынгерлік жағдайлар мен қиындықтарды дұрыс шешуге көмектеседі. Енді бағдарламаның негізгі міндеттеріне былай тоқталайық. Бірінші, оқушыларға әскери тактикалар мен стратегиялар түсіндіру. Екінші, тактикалық ойындар арқылы стратегиялық шешімдер қабылдауды үйрету. Үшінші, жауынгерлік жағдайларды бағалау және команда ретінде әрекет ету дағдыларын дамыту. Қиын жағдайларда психологиялық тұрақтылықты сақтауға бағытталған жаттығулар мен ойындарды өткізу. Оқушыларға арасында командалық ынтымақтастықты нығайтуға арналған. Тақырыптың өзектілігі мынада. Қазіргі әлемде әскери тактикалар мен стратегиялар үнемі өзгеріп, күрделі жағдайларды талап етеді. Мұндай жағдайларда жылдам шешім қабылдап, тиімді жоспарлау және командалық жұмыс үлкен маңызға ие. Осы орайда тактикалық ойындарды оқу процесіне кіргізу арқылы оқушылардың жауынгерлік дайындықтарын арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар ойындар арқылы қиын жағдайларда психологиялық тұрақтылықты сақтау және жылдам шешім қабылдауды ықпал етеді. Негізгі күтілетін нәтижелер мынау. Оқушылардың тактикалық және стратегиялық ойлау дағдыларының дамуы. Жауынгерлік жағдайларда дұрыс шешімдерді қабылдай алу, қабілеттерін қалыптастыруын дамыту, командалық жұмыстың маңыздылығын түсіну және тиімділік ынтымақтастық көрсету. Оқушылардың физикалық және психологиялық дайындықтарының артуы. Әскери ойындар арқылы оқушылардың көшбасшылық қасиеттерінің дамуы. Қазіргі кезеңдегі оқушылармен көбінесе топтық жұмыстар арқылы жұмыс жасаймыз. Сол командалық топтық жұмыстарға мынау қорытындылай келе мынандай мәселелерге тоқталғым келеді. Бұл бағдарлама оқушылар тек әскери дайындық пәні ғана емес, сонымен қатар өмірдегі маңызды дағдыларды қалыптастыруға да бағытталған. Тактикалық ойындар арқылы оқушылар өз күштерін сынап, нақты жауынгерлік жағдайларда шешім қабылдай алуды үйрену. Командалық жұмыспен қабылдау дағдылары жетіліп, жалпы әскери даярлық деңгейі жоғарылайды. Жалпы оқу жүйесіне инновацияларды енгізіп, білім беру мен тәрбиелеу мақсатында тиісті әдістемелерді қолдауды көздейді. Құрметті әріптестер, назарларыңызға рахмет. Келесі сөз кезегі тарих пәні мұғалімі, педагог зерттеуші Таңмамет Башара Сұлтанқызына беріледі. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің негізгі бағдарламамның тақырыбы дүниежүзі тарихына арналады. Орта ғасырлардағы Азия және Африка елдерінің тарихы 10 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, жалпы саны 34 сағат. Келесі бағдарламаның өзектілігіне тоқталатын болсақ, орта ғасырлардағы Азия және Африка елдерінің тарихы орта ғасырдағы мәдениет пен өркениеттің жалғасы болған ерекше тарихи кезең. Орта ғасырдағы Азия Африка елдерінің бай мәдени мұрасы, мемлекеттілікті қалыптастырудағы рөлі, саясаты, экономикасы және тіл мен жазудың дамуына қосқан үлесі бүгінгі ұрпақ үшін
маңызды тарихи сабақ болып табылады. Келесі жүргізе беріңізші. Келесі Мақпал. Оқушылардың орта ғасырдағы Азия Африка елдері тарихын еркін меңгеруіне жол ашып, олардың саяси тарихы мен экономикалық жағдайы және мәдениетіне баса көңіл бөлінеді. Сонымен қатар Ұлы Жібек жолы арқылы тараған мәдени байланыстарға мән береді. Бағдарламада ұлттық бірыңғай тестілеуде кездесетін сұрақтарға жауаптар қарастырылған. Бағдарламада әдебиет, география, археология, этнография тағы басқа ғылым салаларымен байланысып, тарихқа қажетті мәліметтер шындық тұрғысынан алынған. Енді бағдарламаның мақсатына келетін болсақ, тарихи сананы нығайту және зерттеушілік дағдыларын дамыту. Бағдарлама арқылы оқушылар Азия Африка халықтарының мемлекетті құрудағы рөлін, мәдениетін, тұрмыс-тіршілігін, жазба мұраларын және әлемдік өркениетке қосқан үлестерін терең түсініп, қазіргі заманғы қоғамдағы ұлттық және жаһандық құндылықтарды баулуға көмектеседі. Бағдарлама сонымен қатар Азия Африка елдерінің мәдениеті, мемлекет құрылысы туралы кешенді білім береді. Археологиялық және жазба деректермен жұмыс жасау арқылы зерттеушілік дағдылар дамытады. Азия Африка елдерінің халықаралық қатынастардағы рөлін түсінеді. Оқушылардың сыни ойлау қабілеттерін жетілдіреді және тарихи деректерді талдау, салыстыру дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар келесі бағдарламада міндеттеріне тоқталатын болсақ, енді міндеттері өздеріңізге белгілі, бағдарламаның мақсаттарының негізінде алынады. Келесі. Соның ішінде бағдарламаның міндеттерінің ішінде мына бір міндеттеріне ерекше көңіл бөлгім келіп отыр. Рухани және мәдени құндылықтарды насихаттау, орта ғасырлардағы Азия Африка елдерінің тарихы, әдет ғұрыптары, жазба ескерткіштер мен рухани құндылықтарын зерттеу, оқушылардың мәдени мұраларды құрметтеу сезімін қалыптастыру, тарихи сананы жаңғырту, оқушыларға орта ғасырдағы Азия Африка елдерінің тарихын заманауи әдіс тәсілдермен зерттеу арқылы олардың жаңа тарихи білімін қалыптастыру, тарихи деректерді іздеу, жүйелеу, талдау қабілеттерін дамыту, коммуникативтік және жұмыс дағдыларын қалыптастыру. Енді осы бағдарламада күтілетін нәтиже қандай болады? Біріншіден, тарихи білімнің кеңеюі, оқушылар Азия Африка елдері халықтарының тұрмыс тіршілігі, қоғамдық саяси құрылымы, әдеби жазба мұралары туралы ақпаратты игереді, зерттеушілік дағдылары дамиды. Оқушылар Азия Африка елдерінің тарихи деректерін талдау, салыстыру, қорытынды жасау қабілеттерін меңгереді. Оқушылар мәдениетаралық түсініктің тереңдеуі, әлемдік тарихтағы Азия Африка елдерінің Ұлы Жібек жолындағы рөлі, олардың әлемдік өркениетпен байланысын, бүгінгі халықаралық қатынастарды тани алады. Келесі. Енді осы бағдарламаның барысында қолданатын әдіс тәсілдерді ұсынғым келіп отыр. Біріншіден, оқудағы интерактивті әдістер, ПОВС формуласы, тарихи деректерді негізге ала отырып өз көзқарасын дәлелдеу, рафт әдісі, түрлі рөлдер қабылдап, белгілі бір тарихи оқиғаны баяндау, диалогтық оқыту, пікірталастар ұйымдастыру, зерттеушілік әдіс, тақырыпқа сәйкес шағын ғылыми жобалар орындау. Келесі. Сонымен қатар тарихи логикалық әдіс, бұл жерде Азия Африка мемлекеттеріндегі оқиғаларды хронология бойынша жүйелеу, көрнекілік әдісте суреттер, видео материалдар, интерактивті тақтаны пайдалану, жобалық әдіс бойынша Үндістанға баратын теңіз жолының ашылу жобасын жалпы оқушылар топтық немесе жеке болып қорғауына мүмкіндігі бар. Бағдарлама өте ыңғайлы, қолайлы. Бұл бағдарламаны 10 сыныптарға ұсыну себебіміз, бұл негізінде бағдарлама 6-7 сыныптарда өтіледі, ал 10 сыныптарда бұл бағдарламаларда кеңейтілген, кәдімгідей үлкен жаңағы ғылыми жұмыстар жазуға, олимпиадаларға қатысуға және ұлттық бірыңғай тестілеуде үлкен кездесетін үлкен сұрақтарға жауап іздеуге үлкен мүмкіндігі бар деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет. Келесі сөз кезегі ағылшын тілі пән мұғалімі, педагог зерттеуші Мукушева Айнұр Қалиябовна.
Жоқ, орыс тілі келді. Ақтабай. Сіз. Айнұр апай, қайтадан қосам сұратырмын. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас идет вебинар. Авторская программа развития функциональной грамотности на уроках русского языка и литературы для учащихся 6-7 классов. Дюсенбекова Бахыт Отаншенна, я учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы с номер 104 Авозовского района города Алматы, педагог-исследователь, 32 года стажа. Актуальность темы. Современное образование направлено на усвоение знаний, но и на формирование у обучающихся универсальных учебных действий, необходимых для успешной адаптации в жизни и в будущем профессиональном пути. Одним из ключевых направлений в этом контексте становится развитие функциональной грамотности, под которой понимается способность использовать знания в практических жизненных ситуациях. Особую роль в формировании функциональной грамотности играет преподавание русского языка и литературы, так как именно на этих уроках учащиеся учатся понимать, интерпретировать, анализировать и создавать тексты разных типов, стилей, развивают навыки критического мышления, аргументации, коммуникации и рефлексии. Так, дальше. В условиях обновления образовательных стандартов, акцента на метапредметные результаты, а также роста требований к уровню читательской, языковой и коммуникативной компетенции учащихся, разработка и реализация элективного курса, направленного на развитие функциональной грамотности средствами родного языка и литературы, представляется особенно актуальной. Такой курс позволяет углубленно и системно решать задачи, связанные с подготовкой обучающихся к жизни, к информационно насыщенном мире, а также к успешной сдаче оценочных процедур, которые все чаще включают задания на проверку именно функциональной грамотности. Цель курса – это формирование и развитие функциональной грамотности учащихся 6-7 классов через интеграцию умений смыслового чтения, анализа текста, аргументации, письма и устной коммуникации. Следующее. Дальше. Отсюда вытекают следующие задачи. Развивать умение осознанного и критического чтения текстов разных типов и стилей, формировать навык извлечения, интерпретации и анализа информации, совершенствовать устную и письменную речь учащихся, развивать навыки аргументации и ведения дискуссии, формировать информационную и медиаграмотность, развивать исследовательские и проектные компетенции. Следующее. Ожидаемые результаты. Какие же результаты мы ожидаем из этого курса? По завершении курса учащиеся смогут уверенно работать с текстовой информацией разного типа, формулировать и аргументировать собственную позицию, критически воспринимать информацию, применять знания по русскому языку и литературе в повседневной жизни. Курс разработан с учетом возрастных особенностей учащихся среднего возраста. Содержанием образования мы выделили следующее. Первое. Чтение и анализ текста. Художественные, научные, популярные, информационные тексты. Извлечение и интерпретация информации. Второе. Письменная речь. Это сочинения, письма, эссе, высказывания, заметки. Третье. Устная речь и коммуникативные умения. Аргументация, диалог, презентация. Четвертое. Информационная грамотность. Работа с графиками, таблицами, диаграммами, проверка достоверности источников. И пятое. Проектная и исследовательская деятельность. Самостоятельное создание информационных и литературных продуктов.
Какие методы и формы работы мы предусматриваем в этой работе, в этой курсе? Индивидуальные и групповые мини-проекты на основе анализа литературно-публицистических текстов. Портфолио учащихся с результатами заданий по чтению, письму, анализу текстов и устной речи. Финальная защита проекта с применением навыков функциональной грамотности. Работа в парах и группах. Мозговой шторм, анализ и интерпретация текстов, тренинги по речевому поведению. Дальше. Спасибо за внимание. На этом информация о нашем курсе я завершаю. Құрметті әріптестер, қазір қайтадан сол жылға бойынша кірсеңіздер, өйткені 1 минут қазір өшіп қалды. Recording in progress. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен 104-ші жалпы білім орта мектебінің ағылшын мұғалімі Әлия боламын. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы оқушылардың оқылым дағдысын қалыптастыру. Бағдарламамның негізгі мақсаты оқушылардың оқылым дағдысын дамыту арқылы әр оқушы өз көзқарасын дәлелдеуді, пікірталас жүргізуді үйрету, кітаптар мен заманауи медиа құралдарын қолдану арқылы шет тілін түсіну, талдау және ақпаратты дұрыс қабылдай алу. Бағдарлама оқушылардың шынайы өмірде кездесетін дағдыларын жетілдіру, көптік үлгілермен танысуына және олардың өмірлік жағдаяттарда қолдану қабілеттерін дамытуға бағытталған. Бағдарламаның міндеттеріне кіретін оқушылардың шет тілінде жазылған ақпараттарды оқи алуы, түсінуге үйрету және олардың оқылым барысында жаңа сөздік қорын қалыптастырып қамтамасыз ету. Оқушыларға шынайы өмірде қолданылатын тілдік үлгілерді оқу мүмкіндігін беру және жаңа сөздік қорды байытып, сөйлеу мәнерлерін меңгерте білу. Оқушылардың оқыған ақпараттарын түсіну, талдау, салыстыру дағдыларын дамыту арқылы сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін жетілдіру. Оқылым дағдыларын дамыту негізінде оқушылардың қарым-қатынас жасау, өз ойларын жеткізу және сөйлесе алу қабілеттерін дамыту. Бағдарламада күтілетін нәтиже оқушылар пікірталас жүргізе алады және өз ойын қалыптастырып, оларды өмірлік жағдаяттарда қолдана алады. Оқушылар оқылым дағдысы арқылы жаңа сөздер мен фразаларды меңгеріп, сөздік қорды кеңінен байытады. Әртүрлі акценттер, диалектілер және тілдік стильдер түсінуді үйренеді. Ол оқушылардың оқылым дағдысын шыңдап және шет тілін қолдану өресін кеңейтеді. Оқыған міндетті мәтіндерді түсініп талдау, қорытындылау, өз пікірлерін білдіре алатын деңгейге жетеді. Олар аудио және видео материалдарды сыни тұрғыдан бағалауды меңгеретін болады. Келіңіз. Бағдарламаның өзектілігін айта кететін болсам, бұл бағдарлама оқылым дағдыларын дамытуда оқуға түрлі аудио кітаптар мен медиа құралдарын қолданудың жаңашыл тәсілдерін ұсынады. Оның ерекшелігі шет тілін үйрету барысында шынайы өмірден алынған аудио бейне материалдарды тиімді пайдалану арқылы оқушылардың оқылым дағдыларын арттыруға бағытталғандықтан болады. Пәнаралық байланыс қазақ тілі және орыс тілдері пәндерімен тығыз байланыста болады. Қазіргі таңда шет тілін меңгеру қабілеті өте жоғары деңгейде қарқындауда және тұлғаның әлеуметтік және кәсіби өмірінде ең басты және негізгі факторлардың біріне айналып отыр. Оқылым дағдысы тілді толық меңгерудің негізгі компоненттерінің бірі болып саналады. Жұмыстың ғылыми әдістемелік деңгейін қорытындылай айтатын болсам, бағдарламаның ғылыми сипаты оның жаңа білім беру парадигмасы негізделуімен ерекшеленеді. Бұл парадигма философия, әдіснама, психология және педагогикалық ғылым мен
тәжірибенің соңғы жетістіктеріне сәйкес келеді. Бағдарламаның жаңа интерпретациясын енгізу мақсатында авторлық бағдарлама жаңартылған модельге негізделіп, үлгілік бағдарламаның мақсаттарына сәйкес жасалынады. Жұмыс оқылым дағдысының теориялық негіздерін терең қарастырып, оның жеке тұлғаның дамуы мен тілдік қабілеттерін арттырудың рөлін атқарады. Әдістемелік бөлімді бағдарламадағы тарауларға байланысты алынған тақырыптар білім беру стандарттарына сай игеруге тиіс материалдарды қамтиды. Шығармашылығын дамытатын тақырыпқа сай берілген тапсырмалар оқушылардың даму рейтингісін бақылап, мониторинг жасауға көмектеседі. Инновациялық әдіс тәсілдер арқылы берілген тапсырмалар шығармашылық жұмыстар формативті бағаланады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Айнұр апай. Келесі бізде орыс тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Келесі бізде тарих пәні мұғалімі, педагог сарапшы Баянбай Ақжол Серікұлы. Кенесары Қасымұлы көтерілісі, мақсаты мен салдары. Армысыздар, құрметті ұстаздар. Менің есімім Баянбай Ақжол Серікұлы, тарих пәні мұғалімі. Менің бағдарламамның тақырыбы Кенесары Қасымұлы көтерілісі, мақсаты мен салдары. Жалпы 9-шы сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс 19-шы ғасырдағы қазақ халқының ең ірі ұлт-азаттық көтерілістерінің бірі, және де ол сол кезеңдегі көтерілістің жалпы символына айналды деп айтсақ болады. Енді мен бағдарламамның өзектілігі оқушыларға Кенесары Қасымұлының тарихи тұлға ретіндегі маңызын ашу, көтерілістің себептері мен мақсаттарын түсіндіру және оның қазақ халқының саяси әлеуметтік өміріне тигізген ықпалын талдау. Сонымен қатар бұл бағдарлама арқылы оқушылар патриотизм, ұлттық бірлік және де тәуелсіздік идеяларын тереңірек түсінеді. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері, бірінші мақсатына тоқтала кететін болсақ, оқушыларға Кенесары Қасымұлы көтерілісінің себептерін, мақсаттарын, тарихи маңызын және де салдарын тереңірек түсіндіріледі. Міндеттерде көтерілістің саяси, экономикалық және әлеуметтік себептерін анықтау, Кенесары Қасымұлының саяси және әскери стратегияларын талдау, көтерілістің тарихи салдарын және оның қазақ қоғамына ықпалын зерттеу, ұлт-азаттық қозғалыстардың жалпы заңдылықтарын түсіну, тарихи оқиғаларды қазіргі заманмен байланыстыра отырып талдау жасау. Бағдарламаның жаңашылдығы. Бұл бағдарлама Кенесары көтерілісін зерттеуде тек дәстүрлі тарихи оқиғалар сипаттаумен шектелмей, оның саяси, экономикалық және әлеуметтік аспектілеріне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Оқытуда қолданылатын жаңашыл әдістер, ауыстырсаңыздар, мына жерде тоқтап қалдық қой. Бағдарламаның жаңашылдығы деген. Оқытуда қолданылатын жаңа әдістер, тарихи кейс-стади әдісі, яғни Кенесарының саяси шешімдерін талдап, оқушыларға оны қазіргі заманмен байланыстыруға мүмкіндік беру, интерактивті карталар мен инфографика, яғни көтерілістің негізгі оқиғаларын визуалды түрде көрсету, және де рөлдік ойындар, тарихи тұлғалардың позициясын сезіну арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, дерек көздерді талдау, көтеріліске қатысты әртүрлі тарихи құжаттарды саралау арқылы шынайы оқиғаларға баға беру. Енді жұмыстың практикалық маңыздылығына тоқтала кететін болсақ, бағдарлама оқушылардың тарихи оқиғаларды талдау, салыстыру және олардың себеп салдарын анықтау қабілеттерін дамытады. Сонымен қатар олар деректерді саралау, тарихи құжаттармен жұмыс істеу және өз пікірін дәлелдеу дағдыларын қалыптастыратын болады. Практикалық тапсырмалар келесі бағыттарды қамтиды: Кенесары көтеріліс картасын жасау, яғни көтерілістің басты оқиғаларын белгілеу, көтеріліс туралы эссе жазу, яғни оқушылардың зерттеу дағдыларын жетілдіреді, көтеріліске қатысты тарихи құжаттарды талдау, ресми хаттар, манифестер және тағы да басқа құжаттарды зерттеу, және пікірталас ұйымдастыру. Кенесарының саясаты қазақ мемлекеттілігін сақтап қалуға мүмкіндік берді ме деген тақырыбында талдау, пікірталас ұйымдастыру. Енді күтілетін нәтижелерге тоқтала кететін болсақ, бағдарламаның нәтижесінде Кенесары көтерілісінің негізгі себептері мен мақсаттарын түсінеді, көтерілістің кезеңдерін және оның тарихи маңызын сипаттай алады, қазақ хандығының жойылу себептері мен салдарын талдай алады, тарихи дерек көздермен жұмыс істеу дағдыларын дамытады, ұлттық тарихқа деген қызығушылығын арттырады.
Енді бағалау тәсілдері тоқтала кететін болсақ, тарихи эссе жазу, топтық жобалар, тесттер мен сұрақтар, жауап сессиялар дейді, және де құжаттармен жұмыс. Назар аударғандарыңызға рахмет. Рахмет Ақжол ағай. Ал олай болса, құрметті әріптестер, бүгін вебинар барысында әр мұғалім өз бағдарламасын таныстырып, оны жүзеге асыруда қолданған әдіс тәсілдерін, білім беру үдерісіне енгізген жаңашылдықтар туралы айта кетті. Олай болса, бүгінгі вебинарымызға қатысып, қолдау көрсеткендеріңіз үшін зор ризашылығымызды білдіреміз. Осындай кәсіби диалогтың арқасында бүгін өзара тәжірибе алмасу, жаңашыл идеяларды жүзеге асыру, бір-бірімізге қолдау көрсету мүмкіндігіне ие болдық. Бүгінгі қатысқан әріптестеріміз барлықтарыңызға кәсіби жетістіктер мен шығармашылық табыс тілейміз. Және енді өздеріңіздің кері байланыстарыңызды беріп кетсеңіздер болады. Сөйлеймін деушілер болса, біз қосамыз. Құрметті әріптестер, кері байланыстарыңыз, сұрақтарыңыз болса. Жақсы, олай болса, рахмет. Бүгінгі вебинарымыз аяқталды. Келіп қатысқандарыңызға рахмет айтамыз тағы да.